үлкен ұлым кішкене есту қабілетінен айырылып, содан мен бармаған шет елдерге барып, барлығынан ем іздеп, ақыр аяғы өзіміздің Қазақстанда ота жасатқызып, кохлеарный имплант дейміз, жаңағы аппарат кигізеді, операция жасап құлағына. Сонымен қазір балам естиді, Аллаға шүкір, кәдімгі мектепке барып жатыр. Мен сондай мүмкіндік шектеулі балаларға ел назы даму орталығы деп орталық ашқам. Мен қаншама ата-ананың материалдық жағдайын көтере алмағанын көріп, әйтеуір қолымыздан келгенше бір қасымдағы жігіттермен ақылдасып, жігіттер осы балаларға көмектесек қалай қарайсың деген кезде, енді жүрегінде иман бар адамдар ондай нәрсеге ешқашан отказ бермейді деп ойлаймын. Сондықтан мен ойлаймын, Алладың алдында әйтеуір көзіміз ашық болсыншы деген мақсатпен қаншама ата-ананың, енді менің орталығыма қазір 80-нен аса бала келді. Оның ішінде мектепке қабылданып жатқаны бар. Мектепке дейінгі ғой менікі, енді жаңағы операциядан шығады да маған келеді. Қазір енді біздің өзіміздің Қазақстанымызда келесі 2020 жылдан бастап міндетті әлеуметтік медицина сақтандыру жүйесі осы мәселелерді қолға алып, Құдай қаласа өздерінің көмектерін көрсетейін деп жатыр. Ол да мен үшін бір үлкен жеңілдік деп ойлаймын.